Сәлеметсіздер ме? Біз BTS. Сәлем тайм. BTS-тің Halsey мен орындаған жаңа клипі шықты. Ал Map of the Soul альбомы бүгін шықты. Бұл Love Yourself-тен кейінгі жаңа бөлім. Білесіз бе, Love Yourself хабарлама секілді болған. Сол арқылы біз айтқымыз келген нәрсені айттық. Ал Map of the Soul біз жайлы болмақ. Boy With Love бұл жаңа стиль. Алдыңғыларға қарағанда мүлде басқаша. Ол энергияға толы және жарқын. Сол үшін де бізден фанаттар жаңа нәрсе күтті деп ойлаймын. Ол біздің визуалды эффект. Ол біздің визуалды эффект деп жатыр. Визуалды эффект болуы мүмкін. Араларыңызда кім ең әдемі би қимылдарын ойлап табады? Okay. 3, 2, 1. Джин. 정말 이 шынымды айтсам, қалай айтсам екен? Менің ойымша, мен би қимылдарын тіке мағынасына байланыстырамын. Содан болар. Мен сені сағынамын. Бұл деген ғажап емес пе? Екінші сұрақ. Кім таңертең дайындыққа көп уақыт құртады? Жігіттер, тұра тұрыңдар. Сендер жақсылап ойланыңдар кешегі нәрсені. Жарай ма? Сенде жиналып қапты ғой. 1, 2, 3. Чимин. Біріншіден, кешігетінім үшін кешірім сұраймын. Мен қаншалықты кешікпеуге тырысатынымды білесіңдер деген үміттемін. Ескі сылтау. Мысалы біз, мен Чиминмін деп айтсақ, демек ол адам кешігіп келе жатыр. Сен бүгін Чиминсің, мен ертең Чимин болам. Жарайды. Кім ағылшынша оқуға ең көп уақыт жұмсайды? Бізде жауап дайын. Джон Чонгук. Иә, әрине, бұл менмін. Мұнда қараңыздар. Көбіне кім шомылып жатып ән айтады? 1, 2, 3, RM. Не? Кім шомылып жатып ән айтпайды? Бұл қызық қой. Не ән айтасың? Жақсылап құлағыңызды жауып алыңыз. Өте әдемі әндер. Жоқ, олай емес. Олар шынымен де әдемі? Ешқашан. Назарларыңызға рахмет. Аударған және дыбыстаған Эмма.